неғып бүйтесің, сәлем деп отырған не? Ей, мынау құшақтамаған не құсая бай. Не істеп жатсың? телевизорға отыр тұрса ей. Ей! Құшақтамаған не мына? Шында, тұр! Мына жында мынаны құшақтамапты. Тұрсайшы! Кот. Не қына Санжардың? Арқасын тістеп ағасың жынды, тұр! Соған жынды. Не құйрығыңды? Мақтағы жұлып аған ба не? Ей, адамның қаныш бар ғой. Әпке, қазір келем жарайды ма? Қазір таяқ жейміз. Әпкем үндемей кетті деген сөз, ол менің бытшысын шығарады. Егер менің бытшысын шығарса, сендердің де бытшыстан шығарам. Санжик, тұрма. Ыдыс жуасың жарай ма? Әдемірек тұрып ыдыс жу жарайды ғой, ә? Басыңа киіп алдың мен. Бас киім емес қой ол, кесе ғой, кесе. Жусай әдемірек тұр, мә. Жу мә. Наны ұстап ғой. Осылай ұстап жуасың жарай ма? Жу, кесен. Аяғын жума, кесен жу. Санжар жынды. Не аяғыңды ыстық суға малды ет, жылынып отсың. Кесен жусай бүйтіп, аяғын жуатқан не? Сендермен бар ғой, бір үйде тұру өтерінен ғой. Анаға шалам не істеп жатқан? Тұрыңдар үйдің бәрін жинап бол жылдан. Бол! Біз үйде тұрғыларың келсе, үйдің бәрін жинайсыздар жарайды ма? Қазір әпкеңнен таяқ жесем, сендер де таяқ жейсіңдер. Түсіңдер ғой? Әпке не ғой? Анаяқта бар ғой? Санжарларға айтып атым ше, үйді жина деп атым, жинамай атыр солар ше. Қуасың ба, сен жинамайсың ба? Ешін мен жинайым. Әпке сосын бір ғой, мен қарным ашып кетті бар ғой, өткенде. Әжем әп деген құт қайда? Ауылдан әп келді ғой ондай. Осы жерде жасын сенен дым қалмайды осы. Әпке мен оны вообще құртты көрген жоқпын. Әжемнің алып келгенін көрдім. Сосын сенің қонтаңа алып кіріп бара жатқанды көрдім, жаңа құртты. Одан кейін көрген жоқпын вообще. Қумасыңдарды. Әпке, білем ғой мен сенің бәрін жеп қойғаныңды. Неғып бермейсің бауырым деп біліп, бір штугын бермейсің бе жеп? Ой, детсің, мен емессің. Мен емес. Білем ғой сен жедің бәрін. Барда анаяқты жина шашып дептепсің ғой. Мен жинамайым өйткені, оны Санжар ерасында шаштады. Мен шашқан жоқпын оны. Мен шашқан жоқпын оны. Я, мен шашқан жоқпын. Мен шашқан жоқпын. Тоқтыш. Мен даусым, қызым даусы. Естіліп отыр. Жетші бар. Сен қоя менен қайталап отқан. Сен қоя мен қайталап отқан. Тағы естілді мен даусым, қызым Тағы даусы болып. естіді мен даусым қыз болып. Неше қайталап отсың менен? Несі қайталап отсың менен? Мен сенен қайталап отқан жоқпын. Мен сенен қайталап отқан жоқпын. Онда кім менің даусымды қайталап отқан? Құшбақ папугай. Құшбақ папугай. Әпке сен күшті боянып атсың ғой, ә? Сен күшті боянып атсың. Қайталамашы, папугай. Қайталамашы, папугай. Әпке мен де боянайыншы. Помада. Помада ма? Мә, көрейінші менде, мә күшті помада екен, не әпке? Мә күшті, әжем әпкеген помада ғой. Ағам екенсің ақсайшы. Бүкіл заттардың әпкем алып. Біліп тұрмын, әпкем деп сен өзі істеп жүрсің ғой, бәлем жеп жүрсің ғой. Жетші бар. Ағам, бәсе ағам, қонтаңда осынша аяқ киімнің коробкалары тұрады. Не үшін тұрады десем, осындай тәттілер тық қояды екенсің ғой. Осындай тәттілер тық қояды екенсің ғой, я? Бәрін білдім мен бар ғой. Бәрін білмеймін. Қошы, папугай, тапса осында. Папугай. Папугай. Қайсыңыз папугай болды, қошы бар. Папугай болды, құсы бар. Жетші бар. Барлық комнатаны шашып тастаған не мынау? Бірде анаяққа басқан киімдер шашылып жатыр, тостар
қайда адамға ұйқы бермей үйдің бәрін шашып тастаған. Мама айтам не оны. Мына жерде менің айфоным тұр ғой. Чехолын кім шешіп тастаған? Одан да шығар сол баяғы. Тегіз қойыңызшы. Ұнайтшы емесің. Мама, звонды жіберіңізші. Bir звонок қой. Көрсетейін мен бұған? Көрмеген қарбеттен. Алло, мама. Одан да айтыңызшы. Үйді бәрін шашып тастаған. Еще маған ұйқы бермек. Я телевизордың жанын шығарыңыз я ма? Жақсы болды ғой. Салып салып. Қазір мама телесін өлтірді. Вау, көйлек күшті ғой. Вау, да көйлек күшті ғой. Қайталамаш. Қайталамаш. Қайталамаш де. Қайталамаш де. Қайталамаш. Қайталамаш. Попугай қазір мама звондайды. Екран істемей қал. Ана шығу ғой, соны ана шығу ғой. Әпкем жынды бар ғой мына. Менің телефоным сындырып тастады. Ақсақал. Ақсақал. Менің гамажым не басыңа киіп отырсың? Ақымақ. Сыртқа шығып бар ғой, елдің иттері құсап бар ғой. Үйді қорғап, бізді қорғамайсың ба сен? Мынау қасың не бөлек, қасың жұлдырсай бар сұлулық салонына. Нервқа тиіп. Ақсақал. Ана әпкем жынды нағасай, мына телефонын экранын сындырып тастап, мынаны қара. Маған папугайсың деп нағасай, содан қайталайын деп мына телефонның экранын сындырып алдым. Мамам мені өлтіреді, мамам еще кредитке алған ғой бұл телефонды. Әпкемді мен қазір мынау мен атам. Мынау, міне осы мен атам. Әпкемді осы мен атам. Қалай ататынды көрсей ма? Әпкемді былай атам. Мынау. Әпкем. Қалай атам сонда? Әпкемді былай атам, міне, былай атам. Көздегенде мені былай көздеймін. Сонда мен аяғымды көріп тұрмын. Аяғымды көріп тұрмын ба? Қандай мылтық? Былай көздеймін. Міне, нормально көздеймін осылай. Сонда көрдің мені потолокты тестісем, потолокты атам. Қандай мылтық мынау? Былай атады екен оны. Міне, былай атам. Міне осылай атам. Әпкенді бар ғой, бытысын шығарғым деп тұр ғой, не қатып нағаш. Соның есінен бар ғой, мына телефонның экраны сынып қалды, енді бар ғой, мамам бар ғой, сол кредит үшін менің бытысын шығарады ғой. Мамам мені банкқа өткізді жар, не қатып. Не істеймін бар ғой? Әпкемнің кегімді алуым керек. Ол мен телефонның экраны сындырды ғой. Ақсақал, мен түсініп тұрсың ба? Барып әпкемді бір ауыз тістеп келсейші, отандайға тиістің деп. Еще сақалынан бар ғой, тісің де көрмейді ғой, сен бейшараң бар ғой. Не қатып, жүнің өсіп кеткен, қасың өсіп кеткен. Құрбар сұлық салонына. Қасың жұлдық бар. Кеттім мен мынаны бар ғой. Әпкеме бүйтем, мына телефон жөндеп бер деймін, болды өзі жөндеп беру керек. Алма мен мандарин жақсы көрем қойшы. Мен үшін мынандай бір фокус істей алам. Оппа. Әпке. Не? Сені бар ғой, мамам айтты ғой, үйге барайын, басыңды тақырлайын деді ғой, шашыңды ортасынан бүйтіп алып тастайын деді ғой. Неге? Менің сотканың экранын сындырып тастадың ғой сен, ақымақ. Мен ба дейді? Жаңа әнергетке коридорда сындырып тастаған жоқсың ба менің соткамды? Мен сындырған жоқпын. Сен өзің ғой менен қайталап
қазір ғой асықпасын әпкем бар ғой маған түкірік жұтқыз ғой түкірік қазір мамама айтам түкірік емес түкірік десем жайнаса ғой қақырық деп айтам қақырық деп деймін ғой алло мама мама кім е попугай мен емес сен попугайсың қаяқтасың шынымен біздің үйге попугай келіп кеткен попугай әпке попугай сен әпкең бар ма не мен әпкем бар ғой попугай сендер көпсіңдер ма не жап аузыңды қазір ше кетіп қаламын мынаяқтан от жынды немен кетейін деп пе не соны жүніңді жуам қазір попугай мен попугаймын ба қазір бар ғой попугай келсін шекесіне шаңқ еткіземін осы автоматпен бар ғой әпке сен ба не попугай болып жүрген жап аузыңды қазір сені мылтықпен атып тастайын деймін шынымен атам атайын ба жоқ қазір қара міне жоқ өзімді атпаймын қазір қара міне қара қазір қара оқтайын қара өзің сияқты мылтығында ауыр болып етсең ғой мынау не мынаны саған шешең алып берді ғой мама уже сындырып тастадың ба әпкем мені сындырып тастадың одан да қазір сындырып тастадың ғой сен қолыңа ұстап одан да қумасын сен мамаға айтам тек звондай одан мамаға мен де сен айтам менің телефоным қаяққа кетіп қалдырды мынаны шықпай ғой зарядка мына жақта жатыр қаңғып жүр ғой бұл да бар ғой қаяққа қойып қойды менің телефонымды әпкем алған жоқ па екен де ол алса бар ғой мен білемін ғой бүкіл достарыма жазып тастайды ғой группаға жазып тастайды ғой еще мен лохпын деп адамның қаншып барып келейінші қазір әпкеме бірінші ол мамаға мен звондауым керек білемін ғой а то мен оны мамаға өтірік айта саламын сосын как всегда мен кінәлі боламын менде бір ой бар мен мамаға звондамаймын бірақ одан тайда звондамайды қазір қызық болады өйткені одан тайдың телефоны маманың номерін өшіріп тастаймын сосын өз номерімді мама деп сақтап қоймаймын ба сосын маған звондайды ол и мен оны жынды қыламын мама телефоным қаяққа кетіп қалды бар ғой сол телефонның аяғы бар сияқты ғой қаңғып ана жерде тұр ғой телефон қазір звондайын да мамаға бәрін айтып беремін мама міне звондап отыр ғой алло балам мама мынаяқта әпкем бар ғой үйдің бәрін шашып бар ғой еще маған әкеліп берген мылтығыңды бар ғой сындырып тастады сенің бар ғой еще мынау соткамның бетін сындырды бәрін сындырып жатыр ол ше ойбу үйге барғаннан кейін әпкемді әтәт деймін әтәт деген не мама әтәт деген не мама мама қайталамасаңызшы
Құрметті достар, осы киномыз 100 000 просмотр жинаса, келесі 42-ші сезонын сол күні шығаратын боламыз. Олай болса, дәл қазір осы киноны барлық достарымызға таратып, комментарий жазып, лайк басып, 100 000 просмотрға жылдам жеткізіп тастайық. Кім достарымен бөлісті, комментарийге мен бөлістім деп жазып кетуді ұмытпаңыз.